Жезқазған қаласында 50 жылда алғаш рет жаңа өрт сөндіру бөлімін ашып отырмыз. Бұл құрметті президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлының ерекше қолдауының және министрліктің жүйелі жұмысының нақты нәтижесі. Жаңа бөлім заманауи стандарттарға сай жабдықталған. Бүгін жаңа техникалар табысталды. Барлығымыз үшін тағы бір қуанышты жаңалық: бөлім аумағында қызметтік пәтерлер салынды. Қызметтік пәтер иелерін жаңа қоныстарымен құттықтаймын. Үйлеріңізге шаттық, береке, отбасыларыңызға амандық болсын. Ұлытау өңірінде осындай маңызды жобаларды жүзеге асыруға қолдау көрсеткен Дастан Адайұлына шынайы алғысымды айтамын.